Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ера кино арнасы. Бүгін сіздерге 2022 жылғы Морской монстр деп аталатын мультфильмге қысқаша шолу жасайтын боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып, қасында шыққан қоңыраушаны қосып қойыңыз. Жүздеген жылдар бойы адамдар мен теңіз құбыжықтары арасында соғыс болып келеді. Теңіз құбыжықтары құрлыққа шығып, қалаларды қиратып, адамдарды аяусыз қырып келген. Сол себепті патша мен патшайым арнайы құбыжықтардың көзін құрту үшін жаужүрек батыл аңшыларды жіберді. Аңшылардың ең атақтысы капитан Кроу. Оның асырап алған Джейкоб есімді ұлы бар. Кроудың басты мақсаты теңіздегі ең үлкен қызыл құбыжықты өлтіру. Себебі ол 30 жыл бұрын соның кесірінен бір көзінен айырылған болатын. Олар қызыл құбыжықты іздеп тапты, алайда сол сәтте екінші аңшылар кемесіне құбыжық шабуылдап, Кроу соларға көмек беруге мәжбүр болды. Ол қатты ашуланды, себебі ол теңіздегі ең үлкен құбыжықтан кек алуды 30 жыл күткен еді. Екінші аңшылар кемесін құбыжық теңіз түбіне батыруға сәл қалғанда Кроу келіп жетті. Ол құбыжықты соңынан ертіп ашық теңізге шығады да шабуылға кірісті. Он под нами! Ұзақ шайқастан соң олар ақыры құбыжықты жеңіп, капитан әдеттегідей патшаға сыйлық ретінде теңіз құбыжығының мүйізін кесіп алады. Сөйтіп су бетіне жүзіп бара жатқанда кенеттен құбыжық оның аяғынан ұстап өзімен бірге теңіз түбіне тартып алып кетеді. Сөйтіп ол кемеде есін жиды. Джейкоб оны құтқарып қалған екен. Кроу алыста жүзіп бара жатқан қызыл құбыжықты байқады. Алайда кеменің біраз жері қирап қалғандықтан үйге қайтуға мәжбүр болды. Олар кемені жөндеп осында қайтып келмекші. Біраздан соң капитан Джейкобты шақырып оны өзінің туған баласындай көретінін айтады. Және де ол қызыл құбыжықты өлтіргеннен соң зейнетке шығып, Джейкобты осы кеменің капитаны ретінде тағайындамақ ойы бар екен. Кроудың кемесі патшалыққа жүзіп келеді. Олар құбыжықтың мүйізін патшаға беріп, өз сияқыларын алуға бара жатыр. Осы уақытта Месси есімді жетім қыз балалар үйінен қашып шығып, Джейкобпен кездеседі. Ол капитан Кроу мен Джейкоб туралы кітаптан көп оқыған және де олардың тобына қосылып, ол да аңшы болғысы келеді. Ал Джейкоб оған тым кішкентайсың деп рұқсат бермейді. Ал Месси оны сен шешпейсің деп мен капитан Кроумен сөйлесемін дейді. Сол кезде Джейкоб оны көтеріп алып атарбаға отырғызып балалар үйіне қайтарып жібереді. Келесі күні капитан Кроу мен Джейкоб құбыжықтың мүйізін алып патша мен патшайымның алдына келеді. Алайда патшайым бұған қатты қуана қоймады. Оның қалауы қызыл құбыжықтың өлімі. Ол тірі болса көптеген кемелерден айырыламыз дейді. Сондықтан да патша арнайы қызыл құбыжықтың көзін жою үшін өте мықты қару-жарақпен жабдықталған алып кеме жасапты. Кроу бұған қатты ызаланды және патшайымға бұл кемемен құбыжықты жеңу мүмкін емес, бостан босқа көп адамнан айырыламыз дейді. Патшайым оны тұтқындауға бұйырады. Сол сәтте Джейкоб оны тоқтатып, патшайымнан тағы бір мүмкіндік сұрады. Және ол осы жолы қызыл құбыжықты өлтіруге уәде береді. Осылайша олар жолға шықты. Сөйтсе әлгі кішкентай қыз Месси кемеге жасырын мініп алыпты. Капитан оған жақындағанда қыз өзінің шынымен де аңшы болып, ата-анасының кегін қайтарғысы келетінін айтады. Капитан оның батырлығымен тік мінезіне қарап оған кемеде қалуға рұқсат етеді. Кешке олар құбыжықтың назарын өздеріне аудару үшін аспанға салют атады. Көп ұзамай құбыжық келіп кемеге шабуылдайды. Олар арқан байланған найзаларды құбыжыққа лақтырып оған алысқа жүзіп кетуге мүмкіндік бермейді. Құбыжық кемені су түбіне тарта бастады. Ал Кроу кемесі батып жатқанына қарамастан қолына найзасын алады. Оның бар көздегені құбыжықтан айырылып қалмау. Месси кеменің батып бара жатқанын көріп құбыжыққа байланған арқанды кесе бастайды. Капитан оны байқап Джейкобқа дереу қызды тоқтат дейді. Алайда Джейкоб оны тоқтатпайды. Сөйтіп қыз арқанды кесіп құбыжықты босатып жіберді. Кроу қатты ашуланып қолына қару алып қайықтағы Джейкобқа кезеніп қызды алдыма алып кел деп бұйырады. Джейкоб қызға қауіп төніп тұрғанын біліп оны капитанға бермейді. Приведи ее ко мне! Сол сәтте су түбінен қызыл құбыжық атып шығып, ол екеуін жұтып қояды. Алайда олар өлмеді. Олар құбыжықтың ішін аралап жүріп, мұрнынан бір-ақ шықты. Құбыжық оларды бір аралға апарып тастайды. Сөйтіп оларға тиіспей өз жөнімен кетіп қалды. Месси ойлана келе бұл құбыжықтардың адамдарға еш зиян келтіргісі келмейтінін, олар тек адамдардың шабуылынан қорғанғысы келетінін түсінеді. Осы уақытта капитан Кроу баласынан айырылғанына қайғырып отырды. Оған қызметшісі келіп, кемені артқа бұрғанымызды жөн дейді. Капитан
ойлана келе кемені Могуш аралына қарай бағыттауды бұйырады. Ол Мыстаннан өте күшті улы қару сатып алып, қызыл жыртқыштан кек алуды шешті. Таңертең Месси бір сүйкімді тіршілік иесін кездестіріп, сөйтіп оны ұстаймын деп аяғымен үлкен жұмыртқалардың бірін басып кетті. Джейкоб оны алып кетуге келеді, сөйтіп ода байқамай жұмыртқалардың үстінен басып кетеді. Жұмыртқаны жарып шыққан құбыжықтың балалары олардың соңынан қалмайды. Бір кезде орман ішінен балалардың алып анасы шығады. Олар қайықтарына отырып қашуға тырысты. Сөйтсе құбыжықтың олардың соңынан қуған себебі Джейкобтың арқасында құбыжықтың бір баласы жабысып қалыпты. Месси оны алып анасына лақтырып жіберді. Кенеттен судан алып қызыл шаян шыға келіп, оларды жемекші болады. Сол сәтте көмекке алып қызыл құбыжық келеді. Екі монстр біраз төбелесіп, соңында қызыл құбыжық жеңеді. Месси оған өздерін адамдар тұратын аралға апарып тастауын сұрайды, және құбыжық оның айтқандарын түсінді. Осы уақытта капитан Могуш аралына жетіп, Мыстаннан улы қаруды сатып алады. Қызыл құбыжық Джейкоб пен Мессиді айтқан аралдарына келді. Месси оны құшақтап рахметін айтып, онымен қоштасып жатқанда қызыл құбыжық бір қауіпті сезеді. Сөйтсе бұл жерге императордың мықты қаруланған алып кемесі келген екен. Әскерлердің бірі қызыл құбыжықты байқап, оған оқ жаудыра бастайды. Сөйтіп шайқас басталып кетті. Қызыл құбыжық бір сәтте алып кеменің тасталқанын шығарады. Артынша бұл жерге капитан Кроудың кемесі жүзіп келе жатты. Қызыл құбыжық оны байқап, сол жаққа қарай жүзеді. Капитанға керегі де осы. Ол улы найзасын құбыжыққа дәл тигізіп, оны есінен тандырады. Сөйтіп оны тірідей патша мен патшайымның алдына апарып, сол жерде өлтіруді шешеді. Джейкоб пен Месси де кемеге қайтып оралады. Капитан Кроу баласының тірі екенін көріп, қатты қуанады. Джейкоб оған қызыл құбыжықтың қауіпті емес екенін айтуда, алайда Кроу оның сөзіне сенбейді. Біраздан соң әлгі кішкентай құбыжық келіп, Мессиге кемеден шығуға көмектесті. Месси сарайдың кіреберісінен патшалықтың логотипін байқады. Кітапта да дәл сондай логотип болатын. Қыз содан кейін теңіз құбыжықтарын адамдарға қауіпті деп өтірік оқиғаны кітапқа енгізген. Патша мен патшайым екендігін түсінді. Ол қолына пышақ алып арқанды кесе бастайды. Осы уақытта капитан қызыл құбыжықты өлтіруге дайын тұр еді. Алайда осы уақытта Джейкоб келіп, оны тоқтатып, екеуі шайқасып кетеді. Құбыжық босап шықты, алайда ол әлі удың салдарынан орнынан тұра алмайды. Ол капитанды байқап, оны өлтіруге беттейді. Алайда Месси оны тоқтатып қалды. Қыз оның үстіне шығып, барша ел жұртқа кітапта жазылғанның бәрі өтірік екенін, теңіз құбыжықтары адамдарға өздігінен тиіспейтінін айтады. Барлығы қызды қолдап, қызыл құбыжықты еркіне жібереді. Осылайша теңіз құбыжықтары мен адамдардың арасындағы соғыс бір жолата тоқтап, Джейкоб пен Месси бір отбасы болып бақытты өмір сүреді. Осылайша мультфильмнің соңына да келдік достар. Сіздермен бірге болған Еракино арнасы. Видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басып, комментарийға өз ойыңды қалдырып кет. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.